Оянудан алдыңғы белгілер. Ең маңызды белгі мұқият тыңдаңыздар. Пробуждениеден алдын болатын. Полный слом болады, тотальный, темная ночь души дейді. Сіздің эгоңыз жабысқан нәрселердің бәрін өміріңізде алып тастайды. Тотальный, карточный домик сияқты құлайды. Бұл бірінші по финансам болуы мүмкін, бизнес. Полный рухнет. Қарыз, марыз, кіріп кетесің. На ровном месте түсінбей қаласың қалай кіріп кеткен. Вроде бәрі нормально келе жатыр еді, и бірден тотально бәрін жоғалта бастайсыз. Это бірінші признак. Екінші, денсаулықпен не қылуы мүмкін, алып келуі мүмкін оянуға. Потому что адам пока бұл темная ночь душидан өтпейді, түсінбейді оянуды. Аллаға жақындау үшін, пробуждение, просветлениеге келу үшін полный слом, иллюзиядан айырылу керек адам. Денсаулық дегенде бұл қатты ауырып қалуыңыз мүмкін. Бұл екінші сізден алып қоятын нәрселер. Үшінші, бұл отношение. Жақсы көретін адамыңыз, постоянно сеніп жүрген адам кетіп қалуы мүмкін сіздің өміріңізде. Внезапно онда алып қояды. Осыны оянудан алдыңғы белгілер деп атаймын. Тотальный чистка души деймін. Души, жанның тазаруы. Сіздің кемес нәрселердің бәрін алып тастау. Эго жабысқан нәрселерді болған. Эго жабысқан нәрселердің бәрін өмірден жойып тастайды да, сізді полный шешіндіріп, тәп-таза қылып, өзінің алдынан оятады Алла. Осыны айтады темная ночь души дейді. А потом келесі этап мистическая ночь души. Долина смертной тени деген этаптар бар. О жаққа пока бармай қойық, сіз пока оянып алыңыздар.